Жүрек көзден бұрын көреді. Қымбат сөзіңді арзан адамға айтып әуреленбе. Өзің жайлы жақсы сөз естігің келсе, өліп көр. Дүниедегі ең асыл тіл араб тілі, одан кейін түрік тілі. Түрік тілінің ішіндегі ең гауһары қазақ тілі. Сен сөйлегенде сенің сөздерің үнсіздіктен асып түсуі керек. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артқа бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Адам ешкімге сенбей, бәріне күдіктеніп, айналасындағыларды ылғи алдамшы, қу, нашар адамдар деп ойлап жүрсе, тура сондай сұмырайлар кездесе береді. Қасыңа топталып, жинала береді. Өзгеден артық боламын деп арындама, шамаңды шақта. Тең түскенге қанағат ет, қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атын сойғызар деген ата-бабаң. Бірақ тепкіге төзбе, ешқашан аяққа басылмағын. Адам өмірге, мынау жарық дүниеге жылап келеді. Ата-ана, туған-туыс, айналасы шат-шадыман қуанады. Кетеріңде өзгелер жылап, өзің ризашылықпен қуанып кететіндей істе. Мынау пәни жалғанда мінсіз адам болмайды. Бұл дүниедегі періштелер, сәбилер. Айыбың мен мініңді өзің түсінсең, санасыз болмағаның. Арман жаста да, кәріде де болады. Адамның ой арманы ешқашан таусылмайды. Оны орындауға жолың таусылады. Пышақ қаламның орнын ауыстыра алмайды. Пышақ кескен жер жазылып кетеді. Қалам жазылған жер жазылмас жараға айналады. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзан қол достар мен нағыз дұшпандарың көбейеді. Өмірде ең бастысы отбасы. Мансап сені үйде күтіп отырмайды. Ақша көз жасыңды сүртпейді. Атақ, даңқ түнде құшағына қыспайды. Өлім өмір сүруге тұрарлық, ал махаббат күтуге тұрарлық. Өмірдің қара сызықтары туды ма, еңсеңді түсірме, өзіңе сеніміңді жоғалтпа. Өйткені ең ұзақ түннен кейін де таң атады. Үнсіз қалу көптеген келеңсіздіктен қалқан, ал мылжыңдық зиян. Адамның тілі қысқа болғанымен, ол қанша өмірді бүлдірді десеңізші. Құдай сізге түрлі сый дайындайды. Оны қиындыққа орап қояды. Орауын ашу қандай қиын болса, сыйлық сондай үлкен болмақ. Өмір мен өлім бар жоғы екі қас қағым сәт, ал жанның сыздауы шексіз. Өте өкінішті, өмір сондай қысқа, жіберген қателіктерімізді түзетіп үлгермейміз. Адам өмірі дөңгелекті арба секілді. Қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кетері белгісіз. Өмірдің қысқалығы сонша, ол туралы ойланып та үлгермейсің. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес. Біз өлгендерді жоқтап емес, өмірге жаңа келген нәрестелерге жылайық. Себебі оны өмірдің түрлі тауқыметі күтіп тұр. Бұл өмірде жалғыз бақыт тоқтаусыз алға қарай талпыну. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз. Сонда жүрегіңіз тынышталады. Әкенің жақсы да жаман қылығы баласының мінез құлқынан көрініс береді.
Балаңызды ер адам ретінде қабылдай бастасаңыз, ол ерте есейетін болады. Мүмкіндігінше мейірбан болуға тырысыңыз. Мейірімді болуға әрқашан мүмкіндік бар. Құрметті досым, үнсіз қалу жақсы әрі қауіпсіз. Есіңнен шығарма. Сабырлы бол. Сабырлықтың арқасында түсіністік пайда болады. Түсіністікпен бірге қуаныш келеді. Қуаныш бақытқа бөлейді. Кейде маңызды бір нәрсені айтқыңыз келеді. Сіз ойлана келе кейінге қалдырасыз. Кейін ештеңе де айту керек жоқ екенін түсінесіз. Әр сөз бен сезімнің уақыты болады екен. Махаббат жел сияқты. Оны көрмейсің, бірақ сезесің. Тыңдап үйреніңіз. Өзгелер туралы айтып отырған адамды мұқият тыңдаңыз. Шындығында өз жайын айтып отырғанын ұғасыз. Нағыз досы бар адам бақытты. Дұшпаныңыздан қорқыңыз, ал жаман достан 2 есе қатты қорқыңыз. Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Баққан ұлдан сәл талса назарың, түбі соның тартам дей бер азабын. Тәрбиесіз бала білім ұғар ма? Олай болса уысыңнан шығарма. Ең қиын 3 нәрсе: сыр сақтау, қорлықты ұмыту және уақытты дұрыс пайдалану. Ақша үшін ақша табуға барлық уақытын арнаған адамнан сұмырай және бейшара жанды білмеймін. Ұстаз болу өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Қанша жерден дарынды болып, нәтижеге жету үшін барыңызды салып жатсаңыз да, уақыттың билігінен аса алмайсыз. 9 әйеліңіз жүкті болса да, 1 айдан кейін балаға қол жеткізу мүмкін емес. Ей адамдар, бұл күндер міндетті түрде өтеді. Тіпті басым бөлігі өтіп те кетті. Онда еш болмаса қалған өміріңнің қадірін біл.